Осы сүре, осы аят, қазір мен оқиын деп тұрған аят, Омар радиаллаху анхудың ислам қабылдауына себеп болған. Ол да болса, «Иннани аналлаху ла илаха илля ана фа'будни ва ақимис салата ли зикри» дейді. Расында мен Алламын дейді. «Ла илаха илля ана» менен басқа құдай жоқ деп өзі айтады. «Фа'будни» маған құлшылық жаса. «Ва ақимис салата ли зикри» мені еске алу үшін намазға тұр дейді. Осыны естіген кезде Омар радиаллаху анху бітті ғой, шошып кетеді ғой. Мына нәрсені дейді айтып тұрған тек қана оған ғана ғибадат етуге лайықты. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Мені пайғамбарға алып барыңыздар, мен иман келтірдім дейді ғой.